Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Сіздермен ауыл тыныс арнасы. Бүгін 16 қаңтар 2026 жыл. Жұма мүбәрак болсын. Жұмадан жұмаға аман есен жете берейік. Бүгін міне түнімен 2-3 күн суық болған, қырау болып. Сонымен қазір түнде жаңбыр жауып, жерді қатырып, енді қар жауып жатыр. Осы бүгін күн қатты аяз болып тұр. Қойларды шығарамыз ба, оны көреміз. Сиырларды үйге алып болатын боламыз. Сол міне пресстің жіптері, шөптері осындай жоңашқа шөппен саламыз. Міне шөптің бәрі мұз болып қатып тұр. Осындай жоңашқа шөптер. Алдында мынандай әшін шөптерден салып келгенбіз. Соны енді бұл шөптерден жоңашқадан саламыз. Мынау сиырларға қамсынар. Қойлар қорада тұр міне. Бәрі аман есен. Қардың уақытында жауғанда дұрыс негізі. Өткенде қар жаумай күн үсіп, плюс 20-ға дейін барды. Уақытында қар жаумаса, адамда да, малда да ауру көбейіп кетеді екен ғой. Өткенде күн ыстық, біресе суық болып, сонымен адамдар да ауырды. Үйде тұрған сиырлар да ауырды. Міне қазір аман есен бәрі жазылып жатыр. Осы қар. Бізде ешқандай жаңалық жоқ осы. Қардың жауған түсіріп қойын дедім. Жердің бәрі көк тайғақ, жүруге қиын болып тұр. Мына жылқы түнде далада тұр. Ешегі үстілердің бәрі мұз болып тұр. Осы үстілері мұз болып тұр. Сиырларды көрсетейін. Сиырлар осы міне. Осы жақта тұр. Бұлардың ешқайсысы биылғы қысыр қалдайдың бәрі буаздар көрінбеді, бірақ сиыр туды буаз. Сол қазір астауларына су толтырып суғаратымыз. Есіктің бәрі мұз болып тұр. Осы ана, мына жақта екеу, мына жақта бір сиырымыз тұр міне. Бұлай бәрінікі ауырған шығар енді. Ауыздарынан көбік ақты десем де тоқтамай. Оны емдеп алдық. Мына бордақтан. Мына осы сиыр ғана туды. Бұзауы міне. Бұзауы еркек. Екінші тума бұл сиыр. Сүті жақсы. Қою. Мына жақта қазір бордақылар олар арасында әлсіздерін де алып қаламыз. Осы орада тұрады бәрі бір жерде. Әлсіздер жақсы болсын қайтып шығаратын ол. Мынау алдында бір күзде балапан шығарған тауық. Осының ішінде жүреді. Түнде қораға кірмейді, бұл далада жатады. Қораға үйренбей қойды. Сонымен балапандар 7 балапан шығарған, 7 балапанмен жүр осы. Мұздар. Мына жерде тағы қойлар бар. Бұл бізде ешқандай жаңалық жоқ. Барлығы аман есен. Қалған қойлар. Мына жақта да ана жаққа сыймаған қойлар осы жақта жатады. Осы бізде. Бұлар енді марттың ортасына қарай туып бастайды ғой. Апрельге қарай ма. Қошқар кеш қосылды. Ешкілерде де сондай. Көктемде туылған жақсы екен. Қыстан қырғанда қыста қозысы жаурақ болады дейді. Сонымен көктемде ауыстырдық. Бізде жаңалық жоқ. Бүгін мұз болған соң
бәрі көліктерін тастап жаяу жүріп жатыр ғой. Бізге енді 19-дан сабақ басталады, сонымен видеода көп шықпай кететін шығар. Biraz tavuklarını göstereyim sana. Böyle tavuklar da aman esin tavuklar da. Ne orası? Kaladan geliyor orası mı? Bunlar böyle balapan korozlar. 2-3 koroz var balapan korozdan. Onlar endi soyulup ketedi. Bir 2 үйге жегенге кетеді балапан қораздар, қалғандары үйде жүреді. Мына жақта кетоқтар. Bu жақта да 2 қораз, мынау біреу қораз, биыл қораз, ар жақтағы үлкен қораз ғой, 2-3 жасар. Сол бізде жаңалық жоқ. Қардың түскенін айтайын деп. Мынау біздің үйіміз, анау сарай. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Қолдап атқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.